Қайырлы күн, білім алушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өтетін компьютерлік желілер жайлы жалпы түсініктер. Бүгін бізде қандай тақырыптар жоспар бойынша атап өтіледі. Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер, компьютерлік желілердің жіктелуі, желінің негізгі программалық және аппараттық компоненттері. Жалпы компьютерлік желі жайлы айтатын болсақ, компьютерлік желі дегеніміз берілген ережелерге сәйкес компьютерлер арасында мәлімет алмасуды айтамыз. Немесе ресурстарды ортақ пайдалану мақсатында бір-бірімен мәлімет алмасу арналармен байланысқан компьютерлер тобын айтады екенбіз. Желіге қойылатын талаптар. Біз желіге қосылу үшін қандай талаптар қосылады керек екен? Жұмыс өнімділігінің жоғары болуы, қауіпсіз және сенімді жұмыс атқаруы, кеңейтілген мүмкіндігі болуы, жеңіл әрі көрнекті түрде басқарылуы, құрылғылар мен сигналдардың өзара сәйкестігі болуы тиіс. Бұл желіге қойылатын жалпы талаптар. Компьютерлік желілердің жіктелуі, классификациясы дейді, яғни қалай жіктеледі екен. Желілер өзінің географиялық қамту аймағына қарай, өндірістік бөлімдер көлеміне байланысты, топологиясы, топология дегеніміз бір-бірімен байланысу схемасына байланысты және басқаруына байланысты жіктеледі екен. Енді географиялық қамтылу аймағына қарай қалай десек, ол бізде жергілікті, ауқымды және аймақтық деп бөлінеді. Жергілікті аты айтып тұр, локальный дейміз, яғни LAN. Бұл бір мекеменің ғимараттың көлемінде немесе жақын тұрған ғимараттар орналасқан ғимараттар компьютерлердің жабық желісі. Бұл жерге 10-15-20 шамасында компьютерлер қосылады. Арақашықтығы 10 километрға дейін болады. Екінші айтып отырғанымыз бұл ауқымды, яғни ғаламдық, глобальный. Бұл бірнеше мемлекет, континенттер, немесе бүкіл әлемді қамтитын ашық желі түрі. Аймақтық интернет бұл бізде бір қала, аудан, мемлекет ішіндегі бір тектес мекемелер компьютерлерді біріктіреді. Бұлар бір компанияға, фирмаға немесе министрлікке кіретін жабық желілер. Бізде ауқымды желі ашық желіге жатады екен. Өндірістік бөлімдер көлеміне масштабына байланысты бөлімдер желісі, кампустар және корпоративтік желілер тәрізді топтарға бөлінеді. Топология бойынша байланыс, яғни схема байланысу. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, бірінші суретте шиналық топология, сақина топологиясы, жұлдыз топологиясы, бұтақ тәрізді топология. Бұл компьютерлердің интернет желісінің бір-бірімен байланысу схемалары. Келесі бұл толық байланысты топология, аралас топология, өстіп байланысу схемасы бізде өте көп. Бұл бізде көрсетілген ең жиі байланысқан топология түрлері. Әр топология өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Мысалға, толық байланысты топология бұл ең қымбат, бірақ ең сенімді жұмыс істейтін топология. Оның бір байланыс арнасы істен шыққанмен мәлімет басқа арналық жолдармен жеткізіле береді. Яғни мына жерде біреу жұмыстан шықса, оны басқалары бір-бірімен мәлімет алмаса алады. Бұл ең тиімді байланыс түрі. Шиналық топология бұл ең арзан түрі, бірақ бір байланыс үзілсе, онда желі жұмысы бұзылады. Себебі бұл бір-біріне тізбектей қосылыпты. Бір мезетте ғана бір ғана арна арқылы бірнеше компьютердің мәліметін алмасу үшін арнайы программалық жабдықтама бұл жерде жасалу қажет шиналық топологияда. Ал сақина тәрізді топология қарапайым желі түрі. Мұнда информация бір бағытта ғана айналыста болады. Мәліметтерді қабылдап алып, ары қарай жөнеліп, сөйтіп кезек-кезек бір-біріне жөнелтіп отырады екен. Желінің компьютерлер арасындағы бір байланыс арнасы істен шықса, желі жұмыс істемей қалады. Бұл да бір-біріне тізбектей жалғанған топология екен. Енді басқару тәсіліне қарай желілер қалай жіктеледі? Бір орталықтан басқаратын желілер, бір деңгейлі компьютер желісі. Мұндай жаңағы желілер компьютерлер тең құқықты болып саналады. Бір орталықтан басқарылатын желіні клиент-сервер желісі деп те атайды. Бұл жерде клиент өзіне қызмет көрсетуді сұрайтын объект, яғни компьютер немесе программа, ал сервер бұл басқаға қызмет көрсететін объект. Яғни клиент-сервер деген ол бір орталықтан басқарылатын желі. Желілердің жіктелуі басқа да түрлері бар. Мысалға айтатын болсақ,
Қызмет саласына қарай банк желісі, ғылыми мекемелер желісі, университет желісі тағы басқа, иә, сондай. Ал жұмыс түрлеріне байланысты коммерциялық немесе тегін желі, корпоративті немесе жалпы мақсаттағы желі деп желілер түрге бөлінеді екен. Атқаратын қызметіне байланысты есептеу желісі, информациялық желісі, аралас желі деп бұл атқаратын қызметіне байланысты. Енді желінің негізгі программалық және ақпараттық компоненттері. Желі құрамында негізгі элементтер. Желіні енді пайдалану үшін, интернетке қосылу үшін бізге міндетті түрде компьютер керек, коммуникациялық жабдықтар, оның ішінде коммутатор, маршрутизаторлар, байланыс арналары, әрине және операциялық жүйелер және желі қосымшалары. Желілік интернет, желілік диск, мәліметтер базасы деген сияқты, яғни бізде желінің негізгі программалық және ақпараттық компоненттеріне жатады екен. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.